Қайырлы күн, менің YouTube каналымның көрермендері және жаңадан қосылған жандар, қош келдіңіздер каналыма. Жалпы менің каналым қазақ халқымыздың ұлттық тағамдары, пайдасы және оның зияны. Көп мөлшерде тұтынсаңыздар, мына құрттың да өзінің зияны бар. Және де керекті қыз-келіншектерге қажетті лайфхактар. Бүгін мен сіздерге міне сүзбе туралы айтқым келіп отыр. Тағы да өткенде YouTube каналыма бір қыз осындай хат жазды. Менің жаңағы сүзбе құртым жасайын деп едім, онымен сүзбем сұйық болып кетті деп. Менің айтарым, енді сіздер сепаратор тартып болғаннан кейін абрат сүтті жылы жерге 2-3 күнге қойып қоясыздар. Ол өзі ұйығаннан кейін дорбаға салып, ол дорбаны далаға күннің көзіне тағы да бір 3-4 күнге қойып қоясыздар. Кейін алып, осылай тұз араластырып жасай бересіздер. Егер де тұз қосқаннан кейін тағы да суы бөлініп шығып тұрса, онда мен сияқты менің осы сүзбемді осылай жасап жатырмын. Жаңағыдай сұйық болды. Тұз қосқаннан кейін оны тағы да осындай шекердің қабы мен босатып алдым. Соған тұзды араластырып, мына сүзбеге қайтадан 1 күнге қойып қойдым. Сосын осындай міне жақсы пішін беріп, қолға да жабыспай жақсы шықты. Осылай өздеріңіздің қалауларыңызша дөңгелек немесе осындай мен сияқты сопақша етіп пішін жасауға болады. Тағы да сұрақтарыңыз болса жазып кетулеріңізге болады.